Сәлем атыраулықтар, бүгін біздер қазір жастар шығармашылық орталығындамыз. Осы Атырау қаласында 2019-ның Мисс Атырауын таңдайтын боламыз. Ендеше барша қатысушы қыздарға сәттілік. Құрметті көрермендер, шараның басталуына аздаған уақыттар қалды. Атырауымыздың мақтанышы Альфия 2018 жылдың Мисс Қазақстан атанған болатын. Бұл біздің өнер үшін үлкен жетістік, және осы биылғы жылдан Мисс Қазақстан атанатын қыздар шыға ма, шықпай ма, біз оны сәлден кейін білетін боламыз. Кеттік, бізбен бірге жүріңіздер. Достар, жалпы бүгінгі біздің Мисс Атыраудың жүргізушілерімен таныс болыңыздар. Қазір олар дайындық үстінде, және соның бірі менің досым, әріптесім Нұржан Кенжик, орыс тіліндегі жүргізуші. Нұржан, сәл уақытын алсам бола ма? Так, ең алдымен саған сәттілік, шара ойдағыдай өтсін, ешқандай проблема, микрофон қосылмай қалып сәттер болмасын деймін. Жалпы Нұржан, осы шараға қанша ару қатысып жатыр? Кастингтан кейін 2 рет кастинг болған, содан соң 18 қыз қалды, 18 қатысушы. Яғни финалда бүгін 18 қыз бақ сынайтын болады, Жалпы сен өзің енді дайындық барысында қыздарды көріп жүрсің. Осы биылғы жылдан тағы да Мисс Қазақстан шығады деген ойдасың ба? Әрине, қыздардың бәрі де әдемі, талантты. Қиын, өте қиын, арасынан Мисс шығару бәрі де сұлу. Ал сенің ойынша осы қатысушылардың арасынан бір фавориттер бар ма? Осы қыз, осы нөмірдегі қыз менің ойынша бір жеңіске жететін сияқты деген. Сенің жеке пікірің өзінің? Жеке пікірім бар, фавориттер 3 қызды таңдадым. Ең талантты, дауысы бар. Енді айтуға болмайтын бұл жерде кім екен. Болмай ма? Жақсы, біздер оны сәлден кейін білеміз. Дегенмен де Нұржан екеуміз ставка салып келісіп қойдық, кім жинетін. Нұржан, все дайынсың ғой, иә? Все, давай, жақсы, сәттілік саған. Кеттік, арға жалғастырамыз. Tonight I'm alive, ain't no dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tonight I'm alive, ain't no dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Біздер арға жалғастырамыз, және менің қасымда осы байқаудың алғашқы номері бірінші қатысушысы ол Әсем. Сонымен қатар Әсем Падиша би ансамблінің мүшесі. Мен онымен байқауға дейінгі де таныспын. Әсем, ең алдымен сәттілік, қобалжу бар ма? Вообще не волнуюсь, это так легко, просто, спокойно, как обычный день. Думаю, у меня все получится. Жарайды, Әсем өзіне сенді, ол жақсы. Енді мынандай сұрақ, Әсем, осы байқауда дайындық басталған сәттен бастап қандай да бір өзгерістері бар ма өзі өміріңде? Өйткені Мисс Атырау өтетін жөнінде сенің замандастарың, достары бәрі естиді, класстастарың бар. Саған бір көзқарас өзгерді ма деген сияқты? Ну, есть такая некая зависть, там, перестают с тобой разговаривать. Они считают, что раз я участвую в таком конкурсе, что я с ними не дружу. Но, не знаю, но жизнь стала лучше, более красочной. Әсем, егерде сен Мисс Атырау атанып, Мисс Қазақстанға жолдама алсан, сол кездегі әсеріңді 3 сөзбен жеткізсең. Эмоции? Да, допустим, ты стала Мисс Атырау, и это означает, что скоро пойдешь в конкурс Мисс Казахстан. Какие эмоции? Какие эмоции, впечатления твои, 3 словами просто? Счастье, так как обычно, радость и, наверное, немножко волнения будет. Счастье, радость, немножко волнение, да? Все, рахмет, Әсем, сәттілік алып бұйыртса. Қолыммен әлем тербеп, кімдер екен, сендерді теңеген, қазақ қыздарын біруге теңеу қате үлкен, үндер екен, біздерді үңілдірген,
ең әдемі анамның шайқағандағы үмікен. Қазір бізде байқау өтіп жатыр, және менің қасымда 5-ші нөмірлі қатысушы. Ең алдымен таныс өтек. Толық аты жөнің кім болады? Менің есімім Мырзағалиева Бағила Ақынғалиқызы. Бағила, иә. Бағила, саған да сәттілік тілеймін байқауда. Біздің түсінуімше сен қазір өз өнерге мылтықты шашып жинайсың, иә? Қазақстан қарулы күштері әрқашанда алдыңғы қатардан көрінеді, және бұның бір дәлелдері оның тек ұлдар ғана емес, қыздар да жауынгершілік қасиетке бағытталған деп білемін. Жалпы өзіңді әскери өмірде көресің бе болашақта? Егер отаныма күн туса, әрине барамын. Ал сен бүгін өнерде мылтықты жалпы қанша уақытта шашып жинайсың? Мен мылтықты 15 секундқа жеткізбей шашуым керекпін бүгінгі тәжірибеде. Бірақ көрермендер 15 секунд аз болады, сол себепті кішкене сузамын. Мынандай сұрақ, сен бұрыннан мылтық шашып жинаушысың ба, әлде осы байқауға арнайы дайындалдың ба? Жоқ, мен 10-шы сыныптан бері осы мылтыққа деген құштарлығым сол кезде ашылды. Бағиладан қорқыңыздар, ол мылтыққа деген құштарлығы бар, ендеше саған сәттілік тілейміз. Рахмет. Кеттік әрі қарай. I got that summertime. Нуралина Асылжан, Мисс Атырау 2019. Атырау аруы 2019. Нуралина Асылжан. Сонымен Мисс Атырау 2019 байқауы өз мәресіне келіп жетті. Барлық қатысушы аруларға рахметімді айтамыз, ал жеңімпазға республикалық байқауда сәттілік серігім болсын дейміз. Рахмет.